Баяғыда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның жалғыз ай десе аузы, күн десе көзі бар, Ханшайым деген қызы бар екен. Қыздың сұлулығына қараған адам есінен танып қалады екен. Күндердің күнінде Ханшайым 40 қыз нөкері мен сейіл құрып суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезде Ханшайымды көктен бір қара құс келіп көтеріп кетеді. 40 қыз төменде шулап қала береді. Жылап сықтап кешке үйлеріне оралады. Бірнеше күнге дейін олар ханға болған жайды айта алмай қатты қиналады. Ел жұрты жиналып, ақылдасып, сол арадағы бір дана қарияны хан алдына жібереді. Болған оқиғаны естіген хан есінен танып құлап түседі. Оны қоршап тұрған нөкерлері қорқып қалады. Тек данышпан қария ғана бетіне су бүркіп, ханның есін жиғызады. Басу айтып, ханды тәубасына келтіреді. Біраз уақыт өткен соң, өз-өзіне келген хан, бақсы, балгер, қожа молдаларды жинайды. Бірақ олардың бірі де қызды кімнің алып кеткенін, қазір оның қайда екенін біле алмайды. Ешкімнен жәрдем болмайды. Тек ханның Назар атты уәзірі келіп, ханмен ақылдасады да былай дейді: мұхиттың ар жағында Сәлім деген балықшы тұрады. Оның 7 өнерпаз баласы бар. Тапса қызыңызды солар табар. Жаныма 500 әскер қосып, темірден кеме соққызыңызда мені сонда жіберіңіз. Хан табан астында темір кеме соқтырып, бас уәзірін сол балықшы Сәлімге аттандырады. Ол бір айда аман сау мұхит теңізінің ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Барса, шалдың өзі ғана отыр екен. Алғашында шал әскермен келген Назардан қорқып қалады. Назар Сәлім шалмен амандасып болған соң, мән жайды баян етеді. Ханның алтын мөрі басылған хатын береді. Әдейі іздеп келгенін айтады. Сәлім шал балаларын шақырып алып: бұл қонақтар алыс шет жерден сендердің өнерлеріңді естіп жетіпті. Сол елдің ханы қара құс алып кеткен қызын тауып берулеріңді өтініп хат жолдапты. Егер тапсаңдар, қызын дүние мүлкімен береді. Өнерді ішке сақтамай, сыртқа шығарыңдар, дейді. Сонымен 7 өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға ереді. Олар кемеге отырып кері қарай қайтады. Хан еліне жетуге 1-2 күн қалғанда, Назар бір жауынгерін ханға сүйінші сұрауға жібереді. Ол барып сүйінші сұрайды. Хан аямай сүйінші беріп, алдынан 500 ошақ қаздырып, той жасайды. 7 өнерпазды ертіп, аман сау Назар да жетеді. Хан өнерпаздарды көріп, қатты қуанады. Бірер күн тыныққан соң, хан 7 өнерпазды сапарға аттандырады. Олар ұзақ жүріп, ақырында хан қызын көтеріп әкеткен қара құсты табады. Қасына жақындай бергенде, қара құс қызды алып көкке көтеріледі. 7 өнерпаздың ішіндегі үлкені ұша біледі екен. Ол інілерін көтере, қара құстың ізімен аспанға ұшады. Бірақ қара құс пен қыздан айырылып қалады. Оларды іздеп көкте 7 күн, 7 түн ұшып жүреді. 8-ші күн дегенде бір дарияның жағасында отырған құсты, шашын тарап тұрған қызды көреді. Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпінінен қорыққан қара құс қызды алып, тағы да аспанға көтеріледі. Сонда қуғыншылардың кішісі: қыздан айырылдық, деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне: өнеріңді көрсет, дейді. Екіншісі асқан мерген екен. Оның көздеп атқан оғы құстың 2 санын жұлып түседі де, ол төмен қарай құлдырайды. Қыз аспаннан шыр айналып келіп суға түседі. 3-ші бала сүңгуір екен. Ол суға батып бара жатқан қызды жағаға алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып аман қалады. Кенет бір үлкен айдаһар пайда болып, лебімен бәрін жұтып алмақшы болады. Бұлардың 4-шісі асқан ұста екен. Ол қолындағы 2 тасын бір-біріне соғыстырған еді, 5 шақырым жерден қорған соғылады. Әлгі айдаһар тас қорғанды сыртынан орап алып қыса бастайды. Келесі кезек ағайындылардың 5-шісіне тиеді. Ол жер астынан жол салғыш екен. Қолындағы асыл тасын шаққанда
5 шақырымдай жер астынан жол салынып шығады. Ал Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады. Олар жер бетіне шыққан соң, еліне апаратын жолдың қай жақта екенін білмей дал болады. Олардың алтыншысы жол болжағыш екен. Ол бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ арып шаршаған, жаяу жүре табандары тесілген олардың жол жүруге шамалары жоқ еді. Осы кезде көмекке жетіншісі келеді. Ол тағам жасағыш екен. Қойнындағы бір асыл табағын алып, ағаларын тамаққа тойдырады. Кішкене әлденіп алған жеті өнерпаз бен қыз бір күндік жол жүріп, ханның еліне апаратын жолға шығады. Осылай бірнеше күн жүріп, ханның ауылына да жетеді. Ханшайым қызды аман алып келеді. Қуанған хан ат шаптырып, 3 күн той жасайды. Жеті өнерпазға қатты риза болады. 4-ші күні өнерпаздарды хан шақырып, сендер қызымды тауып әкеліп, бұйрығымды орындадыңдар. Енді мен өз уәдемде тұруым керек. Бірақ сендер жеті ағайындысыңдар. Қайсыларың маған күйеу бала боларыңды өздерің шешіңдер. Мен үшін бәрің бірдейсіңдер дейді. Сонда жеті өнерпаздың ең үлкені тұрып, бәріміз де істеген өнерімізді айтып өтелік. Қайсымыздікі артық болса, сол алсын дейді. Хан мақұл көреді. Алдымен ағайындылардың үлкені бастайды. Бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам қызыңыз жоқ еді деп, 7 күн қара құстың ізімен ұшқанын айтады. Сондықтан қыз маған тиесілі деп сөзін жалғастырады. Сенің өнерің таусылып, қызды қарақұс аспанға алып бара жатқанда, мен атпасам қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиесілі, дейді екіншісі. Үшіншісі тұрып, ал мен суға құлаған қызды сүңгіп жағаға шығармағанда қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиесілі, дейді. Мен болмасам бәрің де тастың астында қырылып өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған лайық, дейді бесіншісі. Алтыншысы тұрып, мен болмағанда бәрің де жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай жол тауып берген мен емеспін бе? Қыз маған лайық, дейді. Ақырында жетіншісі тұрып, менің табағымнан ас жемесеңдер, бәрің де аштан өлер едіңдер. Сондықтан қыз менікі, маған тиесілі, дейді. Бәрі де өздерінің өнерін айтып, ханға жүгінеді. Хан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұрып, бұл жетеуінің бәрінің де өнері бірдей, бірақ қызды сүңгуірге қосыңыз. Өйткені ол қызды басқаларынан бұрын барып құшты ғой. Ал қалған 6-уына 6 ханның қызына беріп, 6 жерге уәзір сайлаңыз, дейді. Хан қызын сүңгуірге қосады, қалған 6-уына 6 ханның қызына беріп, 6 елді билетеді. Сөйтіп, 7 өнерпаз өз мұратына жетіпті.